Жалпы сабағымызды бастамас бұрын оқушылар білер деп алса, бүгін сабақта кім жоқ? Старт. Сабақтан қалыңқы біраз базарбай екеніміз ауырып жатыр. Қалыңқы біраз жоқ. Жүресіға Гаухар ауырып жатыр. Үш жақшы. Қауындыра қойыңыз. Жалпы балалар бүгінгі көңіл-күйіміз қандай? Жақсы. Керемет. Ендеше барлығымыз орнымыздан тұрсақ. Қазір мына экранда көрсетілген видеоны осы жаттығуларды қайтадан қайталаймыз. Ал енді конкрет сыныпта не тұр екен? Сұрақтар. Жалпы осы әдісі бойынша өздеріңіздің өткен, өздеріңіз білетін сұрақтар, сұрақтарға жауап берсек. Ойлануларыңызға сіздер өте ақылдысыздар ғой. Маған ақылдарыңыз өте мақтап солай айтты.
Endi bir 2 minut vaqt bering, siz o'qib javob berishga bo'ladi. Ne oldu? Zelena aytsa. Есіңізде ерекше қалған кез келген жазушының шығармасын Өзі тамаша. Келесіндегі екінші топ мөлдір. Орын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, барлығы шаттанба. Ойдан қоса күлге, 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болған бесеніз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жешеніз, өсек өтірік мақтаншақ, епчек күлген мал жұртпақ, 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл өз көнсеңіз, жамандық көрсең нәбірлі, суықтық көңіл тұрсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойлап жасаңыз, қалың болмай немене, бала ыстық қисаңыз, болмаса да ұстатпақ, бір қамымды көрсеңіз. Керемет, рахмет. Ендеше, бүгінгі сабақ 3 топқа бөлінді, сол себепте жарыс түрінде өтеді. Және де сіздерге бірнеше ойындар болады, өте сұрақ-жауап. Сол жерде дұрыс жауап берген топқа осындай лайктар беріледі. Сіздердің аңдарыңызда телефон. Қазір осы телефон қаратып, осы телефонға лайктарды толтыруымыз керек. Қай топ жүйесін жетеді, сол топқа өзіңізді сыйлаңыздар. Сол себепті барлығымыз атсалысып отырайық, жарайды ма? Бірінші болып осыға қойсайық. Қазір көргенімде 3 топ басшыда өте керемет жауап берді. Сол себепті де 3 топ басшыға бір лайктар. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Біздегі бүгінгі өтетін тақырыбымыз жалпы Расул Мамзатовтың өмірі мен шығармашылығы жайлы. Бұл кісіні бәріміз танимыз ғой? Танимыз. Сонымен қатар бұл бізге 4 сабаққа берілген болатын. Ендеше мен қысқа айтып кететін болсам, Расул Мамзатов 1923 жылы дүниеге келіп, 2003 жылы дүниеден өткен болатын. Дағыстанның халық ақыны, оның жарық жұлдыздар, менің Дағыстаным атты кітаптары әр қазақтың төрінде тұр. Тау қызы шығармасы театр сахнасында қойылды. Менің атам шығармасы бүлдіршіндердің сүйіктісі болып табылады. Жалпы, Расул Мамзатов жырларынан адамға деген соншалық жылылық сезіледі. Сонымен қатар кейіпкерлердің мінез әрекеттері, салдығы мен мәрттігі, қайсарлығы мен қайырымдылығы да қазақтың айнымай ұстап тұрады. Ол бәрінде бүкпесіз, ағынан жағылып айтады. Жазу мәнерінен, ұлттық бояуынан, жеңіл әзірінен, 100 ақынның жырынан Расул өлеңін бірден аңғаруға болады. Туған топырақтың бар маңызды бойынан сіңірген Расул екі сөздің бірінде өз халқының дана қасиеттерін, кесек мінездерін алға тартады. Жалпы өмір мен шығармашылығы туралы біз қысқаша айтып өттім, сіздер жақсы білесіздер оны. Сондықтан да бізге кері байланыс ретінде қазір біз ойын ойнасақ сіздермен бірге. Ана тілі өлеңі бар екен бізде. Тыңдаймыз? Өзге бір тіл емдер басқаларынды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге дақ бүгін-ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедей деп-ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естірмесін үніде ана тілі, ұлы менің өзіме дейді. Қандай керемет өлең жолдары, я? Ендеше бұл өлең шумақтардан ақын бізге нені жеткізгісі келді деп ойлайсыздар? Ақын өзі ана тілін құрметтеп, халқы өз анасы қалап жеңдесі ана тілінде өзіне солай ыстық, жақын болып солай көмек етеді. Жарайсыз? Ол ана тілі өлеңінде, ана тілі оны біреу жамандаса да ол өзіне одан бері жақын бола береді. Және де ана тілі оған өзінің елін білдіреді,
астында сөйлемеймін, ең бірінші өз тілімді бірінші орынға қоямын деп айтқысы келді. Дұрыс айтасыз. Бұл әрқашан елдің жерін барлық өзінің деңгейіне қосып жүрген болған. Және ол ертең елін құрмақ болса, өзінің жаны береді. Дұрыс айтасыз. Мысалы біздің Расул Хамзатов атамыз ол қанша тілді білсең де өз тіліңді бірінші орынға қойып, енді бірінші орынға қойғанымен, бірақ әр тілді жаттай беруге де болады. Керемет. Қанша тіл біз білсек те, ол ешқандай тіл біздің ана тілімізге жете алмайды. Сол себепті біз ана тілімізге білсек, қадірлеуіміз қажет. Дұрыс айтасыз. Бірінші топ Инстаграм тобы. Жетінші яшық. Расул Хамзатов кім? Дағыстан елінің ұлттық ақыны өз ақын 1923 жылы Дағыстан елінде дүниеге келген. Ең танымал ақын, тіпті қазақ тілінде де өлеңдері ал көп дегенмен шығармалары аударылған. Абай халқының ақыны. Дұрыс айтасыз. Келесі кезекте кешірім сұраймын. Екінші топ TikTok тобы. Бірінші яшық. Бірінші яшықта ашып қойып қой. Ол жеті болды. Жеті ашық қой. Сіздер де жауап берсеңдер болады. Расул Хамзатов кім? Сіздер ойлаңызшы. Ол Дағыстанның ұлы ақыны. Әрқашанда елін жерін қорғап жүрген. Сәттен көмекте ішмесіңіздер. Наташа. Төртінші яшық. Төртінші кім іздесін? Хамзатов іздесін алып. Ақын қандай әндерді тыңдауды ұнатады? Менің ойымша ақын өзінің елінің жайлы және тілдің қандай байлық екенін және ол бізге ыстық екенін жайлы өлеңдерді тыңдағанды жақсы көреді деп ойлаймын. Жауап берейін. Махмудтың өлеңдеріне жазылған әндерді тыңдауды ұнатады дейді. Жалпы бұл кітапта сіздерде оқулықтарыңызда берілген. Сол себепті оқулыққа қарауларыңызға да болады. Бұл сайыста да 3 топқа да 1-1 лайктан беріледі. Келесі Инстаграм тобы. Қазір қателескен топқа және шуылдаған топқа 1 балдан алып тастаймын. Мүлдем қателесіп дұрыс жауап бермеген топтың балы алынады. Не болмаса берілмейді. Лайк. Екінші яшық ашылсын. Расул Хамзатовтың әкесінің қандай атақты әңгімелері болған? Расул Хамзатовтың әкесі Хамзат Дағыстан болған. Ол Дағыстан елінің үздік ең танымал деген ақындарының бірі болған. Және оның Сіздерге ойлануға рұқсат бар ма біздер? Сұрақты оқымайшы қайтадан. Расул Хамзатовтың әкесінің қандай атақты әңгімелері болған? Егер де бірінші Инстаграм тобы жауап бере алмаса, TikTok тобы жауап беруіне болады. Уақыт берейік. Дайыныз батырасың? Аха, жауап бере алмайсыз. Шамиль Батыр туралы көп деген Жауабын білейік ал. Дұрыс айтасыз, жауабы дұрыс. Сол себепті Инстаграм тобына 1 лайк. Келесі TikTok тобы. Бір сақтамаймыз. 5-ші яшық ашылсын. Мәскеуде Расул Хамзатов кіммен танысады? Жауап бере олайыз. Александр Пушкинмен
танысады. Ойланып көрейік дұрыстап. Топпен ақылдасайық. Оқулықта қарауға болады. Есер бізді баласы. Аха. Жауабын білейік. Дұрыс. Сіздерге де бір лайк. Келесі үшінші топ. 9-шы яшы. Ана тілі өлеңінен қандай тәлім алуға болады? Қазір айтып өттік, иә? Тағдырда көресіз. Ана тілі өлеңінен Бір сөзбен айтып өттіңіз. Жеткізіңізші. бірақ сөздердің қымбат екенін білуге. Орта сөзге, адамгершілікке, жалпы осы өлең арқылы біз Расул Хамзатовтың өз еліне деген патриоттық сезімінің үлкен екендігі, шексіз екендігін көруге болады. Келесі бірінші топ Инстаграм тобы. Үшінші яшық ашылсын. Расул Хамзатовты қандай оқиғалар қатты қызықтырды? Қандай оқиғалар болуы мүмкін? Қазір қай топ бірінші қол көтеріп, сол топ жауап беруіне болады, және де сол ұпай беріледі. Аха, Қажы Мұрат туралы. жауабын көрейік. Расул Хамзатовты халқының ерлік, батырлық тарихына байланысты оқиғалар қатты қызықтырады екен. Келесі. 8-ші яшық. Расул Хамзатовтың қай өлеңі Бернестің орындауында танымал әнге айналды дейді. Қай топ бірінші жауап береді екен? Жауабын көрейік. Дұрыс айтасыз. Бір лайк. Келесі. Екінші яшық ашылды. Бізде бірінші яшық, жетінші яшық, сегізінші яшық қана қалды. Жетінші яшық. Расул Хамзатов Грибневспен қай жерде танысты дейді? Жауап берейік. Дұрыс, Мәскеуде. Ендеше бізде келесі ойын кім жылдам деген ойын екен. Менің қолымда қазір бірнеше ақынға байланысты ребустар бар. Осы ребустарды қай топ бірінші болып қол көтеріп топпен ақылдасып істейміз. Қол көтеріп жауап беретін болса, сол топқа бір ұпай беріледі. Кәнеге кімі жауап береді? Аха, екінші топ тик-топ тобы бірінші тауып қойды, жауабы? Дұрыс айтасыз. Бір топ беріледі тик-топ тобына. Тик-топ тобы алда келе жатыр сіздердің. Келесі, екінші ребус. Ашпаймыз. Бірінші бітеміз бір-бірімізді. Екінші ребус. Домбыраны сөз біреген. Үшінші топ бірінші қол көтерді. Жауап беруге болмайды. Кім қол бірінші қол көтерді, сол топ жауап береді. Келесі енді. Тоқтаңыздар, бірдей ашайық. Бірінші топ. Және де Инстаграм тобына да бір ұпай. Енді соңғы ребусымыз қалды. Кәнеге кезде қай топ бірінші табар екен? Үшінші топ. Дұрыс айтасыз. Үшінші топқа бір ұпай.
WhatsApp тобы. Енді келесі ойын бізде. Мен таныстаймын ойын екен. Қазір алдарыңызда 3 ұялы телефон беріледі. Бізде тақыт ойын білесіздер ма? Тақыт ойыны. Білмейтін болсаңыздар, ойын ережесін танысып өтейін. Қазір сіздерде тақтада бірнеше сұрақтар шығады. Осы телефон арқылы қазір сіздер жауабын табасыздар. Бұл жерде мен сіздерге дұрыс-бұрысын айтпаймын. Мына жақта автомат түрде барлығы шығатын болады. Сол үшін де барлығымыз бірінші болып басуға тырысайық. Жарайды ма? Ұпай саны ол жақта анықталады. Сонымен қатар, кім ұпайды, қай топ ұпай көп жинайды, сол топқа 3 лайктар беріледі. Екінші топқа 2 лайк. Ал егерде ең аз топқа 1 лайк беріледі. Қазір қосылайық. Бұл қосылғанша біз жалпы Расул Хамзатовтың қандай өлеңдерімен таныспыз? Ана тілі өлеңмен таныспыз. Тағы да қандай өлең? Соны біреуіміз тұрып, мәнерлеп оқып берейікші. Мөлдір тыңдаймыз. Өлең бердіне мақтаптар. Кім әдемлеп, мәнерлеп оқып бере алады? Тыңдаймыз. Адам деген не көрмейді түсінде. Жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күністі. Көкірегімде орнаған күнішті. Аса өзен арқырайды жар көріп. Жұрт тараған жалғыз мені қалдырып. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде. Жер болады балғын пирамида. Мен жатырмын қара жерге табынап. Көрмейді ешкім, келмейді ешкім мұныма. Тек қырандар жаңқылдайды шым жақта. Бұғылар кеп ығырсы еді жақта. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында. Жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда көзде. Жарым қалай жатқан білмейді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен. Бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінде. Екі кісі сөйлесті сөзінде. Мен жатырмын жер астында көз жұмып. Мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Асан деген бір кісінің қолығын, Әли деген бір кісінің соңғылығын. Естідім де сөзін ана тілімнің. Бойым жылып, лезде мен тірілдім. Балгер демес, дәргер демес емдейді. Тек өзімнің тілімізді сөйлейді. Өзге бір тіл емдер басқа, тіл емдер басқаларыңды. Мен оны мен айта алмаймын әнімді. Егер тілімді тұрмақ, мен дайым өтімді. Мен жаныммен сүйем осы тілімді. Кедей дебақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзі де. Ана тілім болу мен тілізде. Махмұд жырын оқу үшін жас қауым. Күтемелде аударуын басқаным. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде. Өлеңдерін жазар ағам келде. Мен сүйемін планетаның барлығын. Өзен тауын әр көлімен әр қырын. Мен сүйемін ұлы елімнің гүлінде. Әлемші ұнайды маған тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы. Балтық деген Сахалиннің арасы. Қайда болсын қиям болған жаным. Туған жерден қассым бірақ қабыл. Ағарша бір жазып қойған құлды тас. Тұрса ол да, аварлар да ұмытпас. Ескап жүр кәрі жасы жақын кеп. Мұнда Расул Хамзатұлы жатыр. Ал енді қазір телефондар таратылады. Көрдіңіздер ме? Инстаграм тобы шықты, TikTok тобы. Бірден сіздердің аттарыңыз шығып отырады топтарыңыз. Расул Хамзатов. Расул Хамзатов қай жыл жерде, қай жерге не келді? Телефонда басылды. Сіздер тоже таңдайсыздар. Күн 1925, 18 қыркүйекте болсын басасыздар. Қайтып бірінші басады жүрмейді. Қызылда байлай тұрсын, 1923 жылы не келеді? Көрейік, WhatsApp тобы алдай келе жатыр. Қаламгер алғашқы өлеңдерін қай жылдан бастап жаза бастады? Қай жыл? Тезірек басамыз. 1932. Қай топтың шалда келе жатыр екен? WhatsApp тобы.
Төмендегі шығармалар қайсысы Расул Хамзатовқа тиесілі? Кәнеки. WhatsApp тобы әлі алда келе жатыр. Төртінші сұрақ. Расул Хамзатов қай халықтың ақыны? Бірінші орында WhatsApp тобы, екінші топ TikTok тобы, үшінші Instagram тобы. Үшінші орында. Ақыл шығармалардың негізгі арқауы. Ойланып жауап берейік. WhatsApp тобы әлі алды. Шығармалар әлемде қанша тілге аударған дейді. Қанша тілге аударды? Неге неміз соны? Топпен ақтасам. Топ алда келе жатыр. Ақынның шығармалары жариялана басталған жыл. Қай топ алда келе жатыр? WhatsApp тобы. Алдашы келесі. Қаяқсынан. Ешқай топқа бермейді. Хамзатовтың алғашқы өлеңін қанша жасында жаза бастады? Бағана жылын айттық, енді жасын айтайық. Қанша жаста бастады? Басамыз соны, шуламаймыз. 9 жасынан бастапты. Ал кімді жауап берді? Ешкімде бал жоқ, ұпай жоқ. Енді соңғы сұрақ. Деген өлең болды, Расул Хамзатов. Кімге? Иә, жоқ, иә жоқ. Қазір шығады. Тамаша.Рошенді бұрыс. Үшінші орын. Бір ұпай беріледі. Instagram тобы. Екінші орын. TikTok тобы. Бірінші орын. WhatsApp тобы. Жалпы сабақ сізге ұнады ма? Бүгінгі сабақта не түсіндіңіздер? Расул Хамзатовтың хикаясы және де өлеңдері қай жылы туылған, қай жылы көз жұмған соның бәрі. Сізге сабақ ұнады ма? Иә, бастысы сол, иә. Маған сабақ өте қатты ұнады және Расул Хамзатовтың өмірбаяны, өлеңдері туралы көптеген мәлімет және де көптеген ойындарды ойнап, өзіңіздің біліміңізді өсірді. Instagram тобына тағы да бір қызбен өз пікірлеріңізді айтсаңыздар, сабақ қалай болды сізге жалпы? Не түсіндіңіз? Маған бүгін сабақ ұнады. Менің бүгін сабақтан оқығаным ол ақын өзі еліне деген сүйіспеншілігін көрсетті. Мен қазіргі ойлаймын, қазіргі жастарды өзінің ана тілін ұмытпай, өзінің елін құрметтеген қалайды. Дұрыс. Мұрдықпен сізден басқа оқушылар бар жоқ па? Не бұл топта, TikTok тобы? Аха, сұрауыз. Мен бүгін сабақта Расул Хамзатовтың өмірбаяны мен Расул Хамзатовтың қай жылы қандай жасында өлең жазғандары. Келесі. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Бүгінгі сабақта Расул Хамзатовтың жастарға деген үлгісін үйрендім. Ол жерде өз тіліңді біліп, басқа тілдерді білмесең, тек қана өз тіліңді өзің құрметтеу керек. Маған бүгін сабақ қатты ұнады. Және де біз бүгін Расул Хамзатовтың қай жылы өмірге туылған, қай жылы өмірден кеткені және қандай әндері қай жылы жазғаны, кім оған ықпал еткен, кіммен танысқанын соның бәрін үйрендік. Ал өзіңіз қосылап
айтыңызшы. Сабақ беруші сабақта Расулымыздың ойына байланысты Рахмет. Жалпы барлықтарыңыз бүгінгі сабаққа жақсы дайындалып келгенсіздер. Ендеше ұпай санын санаңыздар, соттарыңызда қаншалай жиналыпты? Қай топта Инстаграм тобы қаншалай жинапсыздар? 26 лайк Инстаграм тобы бар, ТикТок тобы 28, WhatsApp тобы 28, TikTok тобы 26, сізде 26, иә? Екі топ теңге түсіпті, ендеше екі топ жарыстырайық. Екінші орынмен үшінші орынға таласайық. Ал жалпы бізде бұл соңғы тақырып болып табылады, Расул Хамзатовқа сіздер. Сол себепті осы өткен тақырыптарға қойсақ. Қай ақынның, осы өткен ақындардың жалпы бір-бірлеріңізге сұрақ қойыңыздар, не болмаса, бұрынғы өткен тақырыптар. Бір-бір сұрақтан дайындаңыздар, екі топ. Сізге жауап беріңіздер, осы тиотты аға, мүлдір. Менің атым Қамырсыз Бұлыңның Ерлан Жүніс. Дұрыс па? Бір ұпай. қанша ұпай алды? Прописка мәтінін жазған ақын қай жылы толды? Жауап беріңіздер. 1963 жылы. Дұрыс па жауаптары? Ол ендеше біз екі топтың қайсысы екінші орын, үшінші орын екенін анықтай алмаймыз. Сол себепті екі топ теңге түсті бүгінгі сабақта. Жалпы бүгінде бізде сабақта өздерінің алғырлықтарымен көзге түскен WhatsApp тобын бірінші орынмен құттықтаймыз. Не нәрсе екен қазір барғанда көресіздер. Ал енді жалпы мен соңында айтарым, бүгінгі сабаққа барлықтары жақсы айтыңыздар, барлықтары салысып ішесіз. Сол себепті барлықтарыңызға жақсы бағаланасыздар. Сонымен қатар бұл тек қана сабақ, яғни сабақта ұтыс та болады, жеңіл де болады, ұтылып қалдым деп мұңаймаңыздар, бұл тек қана сабақ. Ал не сіздерге өмірде жеңіске жетулеріңізге тілектеспін. Жалпы осы мектептеріңізді алтын белгі бітіріп, барлықтарыңыз озат оқушы болушыларыңызға тілектеспін. Біздің жеңіл ұтылған топ деп айтпай ақ қояйын, жеңілген жоқ, бұл топтарға жеңіл мен үшін бүгінгі сабақта. Сол себепті сіздерге де өзіміздің осындай тәтті сыйлықтарымыз бар. Сабақ аяқталды, оқушылар, сау болыңыздар.